білесіздер ма, ұстаз үшін шәкіртінің жетістігі ол ең үлкен жетістік. Енді былайша айтқанда мен енді сара жол деп айтпай ақ қояйын, бірақ та менің жолыммен, менің ізіммен жүрсеңіздер, демек мен қателеспеген сіздерге дұрыс бағыт бере алғаныма мен өте қуаныштымын. Осы орайда мен сіздерге болашақта енді үлкен шығармашылық табыс тілеймін. Әмин. Енді ойлаңыздаршы, жаңа 4-5 жыл деп айтып жатыр, енді маған білінбейді. Мен енді өзімді үлкен кісі сезінгім келмейді. Былай қарап тұрсам 15 жылдан астам тәжірибем бар ғой ұстаздық жолда дегенменде, сіздер осы кезді ойладыңыздар ма, осыдан 5 жыл бұрын осындай нәтижеге жетемін деп? Қалай ойладыңдар? Жалпы домбыраға қалай келдіңдер? Бастайық. Домбыраға ма? Домбыраға мен кіріп сәлем беріп шыққан болды десем. Мен домбырада енді оқығам тоже 5 жыл бойы. Тиіп қашып, бірақ Айнагүл Қанатқызы сізде емес, басқа жақта оқыдым. Бірақ оқуға түсу үшін домбыра қажет екенін мен білдім, іздестірдім, сөйтіп бір уақытта Инстаграм іздеп отырмын, 1 жыл іздедім мен Инстаграм іздеп отырмын, бір уақытта сіздің аккаунтыңыз шығады. Домбыра үйретемін, бірдеңке деп. Кіріп қаламын сосын. Енді басталатқан кез ғой. Сосын қараймын, вроде бірдеңке жүргізеді әйтеуір деп. Осыны WhatsApp-та ол уақытта сізбен қазіргі еркін сөйлесеміз ғой, чай ішеміз, бүйтеміз. Рахат еркін сөйлесе бересің, ол уақытта андай официально жазып бересің ғой. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе, сіздің бағаңыз қанша болады деп. Бір сабағыңыз қанша тұрады деп. Одан ол уақытта мен ондай курстар алып үйренбегенмін, бір сабағым 1 сағаты 4000 теңге дейді, мен шошып кеттім. Сосын амал жоқ, бардым. Сосын барғаннан кейін бүйтіп қарап отырады апай. Саусағыңды көрсет дейді. Көрсетесің дейді. Болады, мүмкіндігім бар деп. Сөйтіп апайдан 1 жыл тәлім алып, шүкір қазіргі таңда осы шабытта грантта оқимыз. Маған есімде сұрақ қойды ғой. Жоқ, осылай сабақ қанша, енді ол жақтар есімде жоқ, бірақ та маған есімде қойған. Сосын мен сізде оқысам точно түсем ба шабытқа? Бірақ ол жоқ, ол кезде Жүргенов дедім ба? Жүргенов. Точно түсем ба? Точно. Мен сосын отырдым да қарап отырып. Мен саған ванга емес. Көреміз уақытында. Егер де дайындалсаң, айтқанды істесең, мүмкін бәрі де мүмкін өзіңе байланысты деп айттым, иә? Жасмина? Менің историям өте ұзақтан басталған. Қанша 8 жасымда ма 9 жасымда Дин Нұрпейісов атындағы бірінші саз мектебіне келдім, музыка мектебіне. Сол кезде мама мені фортепиано алып келген. Күшті еді, фортепиано ойнап жүр. 1 жыл оқыдым, 2 жыл оқыдым, хореографияға қатысып, синяк болып жылап, мама қатыспаймын. Сосын фортепиано апайға Әрия Айдай ма, сол кезде мектепте концертке Әрия Айдай айтып берші деген ғой. Соны айтып, күшті етіп, чё мычишь дейді, чё мычишь, спой дейді.